Сәлем достар. Қай жерге баратыныңызды бүгін түсінген шығарсыздар. Apple дүкеніне келіп, жаңа iPhone-ды көреміз. Мынандай кезек екен. Жайдан жай кіре алмайсың, не сатып алу керек бірден сайт арқылы, немесе жай көру үшін мынандай кезекте тұрып алу керек. Не деген заман десеңдерші, жай сатып алу мүмкін емес, сатып алу үшін, ақша беру үшін кезекте тұру керек. Жалпы бұл дүкендегі жаңа айтқан ауруға қарсы шараларға байланысты деп ойлаймын, өйткені ішіне кіргізе бермейді, адам топырлап кетпесіндер. Сатылымдар енді басталған кезде ғана тізім кезек ұзақ болады деп ойлаған едім. Бір аптадан кейін, біраз өтті, бір айдай өтті, әлі сондай кезек енді кіріп келе жатырмыз. And nothing is moving on it, it kind of turns off for a second. Like it's a beat of a second. So that also gives you the best. Because in the past, the issue with this screen is like if they would perform so well, they would take up a lot of batteries. But because it has this ability of like going from like low to high, it really helps with battery life a lot. And whenever your phone is like in your pocket, or even if it's just like on this screen right here, it really saves up a lot of battery life. But when you want to use it, it has like a very high resolution, great contrast. The color accuracy is amazing. It really keeps you like to what our eyes are used to. Because you know sometimes you see something in real life, but when you look at it in online, which is the second option, it gives you a wait time of about a month. So it says November 24th to December 1st right now. Yes. Yeah, a long time. And pretty much that's just like submitting an online order. It doesn't really have to do anything with us in the store. It will go directly to the online store and they'll ship it to you from the warehouse when they get it. Қазақстанда да көбің барып көріп келген шығарсыңдар. Қазір сатылым басталған сияқты ғой. Бірақ Қазақстаннан өзгешелігі бұл жерде Pro мен Pro Max версияларында толықтай сатылып кеткен. Қазір бір ай бұрын тапсырыс беріп қана сатып алуға болады екен. Айта кетейін, мен бұл жерге iPhone сатып алу үшін келген жоқпын. Көріп, көрсетіп, бағаларын кішкене қазақстандықмен салыстырайын деп едім. Бұл жерде салық бойынша айырмашылықтары көп екен, сондықтан дұрыс жаза алмаймын. Көреміз, компьютермен жасап көреміз, сайттарынан қарап, салықтарын қосып, бірге бағасын көрсетіп көрем. Сондықтан қазір нақты көрсете алмаймыз. Көрейік бағаларын ашылған екен. $940 канадалық доллардан басталады. $990 ма? $950 басталады. 13-ші версиясы $1100. Айта кетейін, канадалық доллар. Pro версиясы $1400. Және Pro Max $550. $49. Теңгемен мынандай. Және қосымша 13% салығы бар. Соны бәрін қосқанда мынандай баға шығады. Ал мынау біздің Қазақстандағы Сулпак, Технодом деген сияқты дүкендердің біреуі. Best Buy ең осындағы танымал дүкендердің біреуі. Бұнда да жоқ. Тек қана алдын ала тапсырыс беруге болады. Және бағана айтқан бұлар көбінесе ескі моделін сатады. 12-ші, 11-ші iPhone-дарды, сосын алдын ала тапсырыспен тек қана планмен сатады. План болғанда бұлар өздерінің тарифтік жоспарымен емес, жаңағы компанияларының, бүкіл компанияларының ішіндегі 3-4 ма сондайлармен тарифтік жоспар сатады. Және сол компаниялардан
сол сатқаны үшін өздеріне қосымша ақша табады. Ал мынау біздегі Қазақстандағы үлкен операторлар сияқты осындағы операторлардың бірі. Жалпы бұл жердегі тәжірибе бойынша бұлар өте сирек телефонды бұлай біз Қазақстандағыдай телефонның өзін сатып алмайды, көбінесе план дейді, тарифтік план бойынша, тарифтік жоспар бойынша сатып алады. Және бұл бөліп төлеу сияқты болады ғой. Бірақ бұның бір жағынан сол бағаны дүкендегі бағамен бірдей сата береді. Сондықтан тиімді болып көрінгенмен шын мәнінде тарифтік жоспарын қымбатырақ тарифтік жоспарға ауысуға мәжбүрлейді. Ол біріншіден, екіншіден тарифтік жоспарды міндетті түрде 2 жылдың ішінде төлеу керек. Сол бөліп төлеудің ішіндегі 24 айдың ішіндегі уақытта міндетті түрде төлеу керек. Қолданасың ба, қолданбайсың ба, бәрібір. Оның бәрі егер төлемесең, кредиттік тарихыңызға өзіңіздің кредиттік тарихқа енеді, міндетті түрде төлеткізеді бәрібір. Несие сияқты қосымша тағы мүмкін егер бұл жердің тарифтік жоспарлары жалпы қымбат, біздікіне салыстырғанда, және қосымша үстінен $15-20 қымбат болуы мүмкін. Кәдімгі тарифтік жоспарлардың үстіне қосымша тағы өздерінің бағасын қосып береді. Сондықтан қатты тиімді деп айта алмаймын. Осындай амал қолданып, адамдарды алдап, енді алдап емес, көрсетеді ғой, анық ақпарат барлық жерде ашық жазылған, бірақ оны өздері жарнамалап айтпайды. Сондықтан абай болыңыздар. Бізде де сондай нәрсе шығып жатыр, көп шығып жатыр қазір. Кейселде, есімде болса, қателеспесем, Кейселде сондай науқан болды. Сол науқан арқылы 30 мың ғана сондайға телефон аласың, бөліп төлеу бойынша. Бірақ қосымша үстіне тағы төлейсің, әлде ішінде ма? Сондай қымбат телефондарды бөліп төлетіп, алғызып, сосын төлетеді. Сонымен біздің қысқаша шоу аяқталды. Көріскенше сау болыңдар.